Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Маргарита әпке, Робин жер ханым мені сенбі күні келіп, оның егіздерімен серуендеуге шақырды. Болады ма? Өтінемін. Өкінішке орай болмайды. Мен Миллер ханымға сені оның жиенімен ойнауға жіберемін деп уәде бергенмін. Бірақ мен бұны қаламаймын. Мен оған шыдай алмаймын. Мен өзім қалаған жеріме барамын. Рут, бөлмеңе бар. Мен болсам сені өзгерді деп ойладым. Маған бәрібір. Бірақ шын мәнінде оған бәрібір болған жоқ. Ол төсекке құлап жылап жіберді. Рут, саған не болды? Мен қайтадан дұрыс емес әрекет жасадым. Ізгі бағушы мені әлі де сүйеді ме? Маргарита әпке, айтыңызшы, о мені кешіреді ме? Әрине кешіреді, Рут. Егер сен шынымен де өкінсең, күнәңді мойындасаң, Тәңір Исадан кешірім сұрасаң, ол сені кешіреді. Рут дұға етті және Маргарита әпкесінен кешірім сұрады. Содан кейін ол таза аружданмен және ертеңгі күнді қуанышпен күтіп, тыныш ұйықтап қалды. Рут пен Филипп Уилден орманындағы өз құпия жерлеріне бармақ болды. Олар таңертең ерте жолға шықты. Олардың қалың шөптің ортасындағы лашығы бұрынғыдай тұрды. Филипп ішке кіре бастады, бірақ бірден қайта шығып кетті. Лашықтың ішінде біреу бар. Ей, шық, бұл біздің лашығымыз. Маған сендердің түкке тұрғысыз лашықтарың керек емес. Мен өзіме бұдан 100 есе артық лашық тұрғыза аламын. Олардың лашығынан тозған көйлек және жыртық шалбар киген 10 жасар бала шықты. Оның аты Терри болатын. Филипп пен Рут оны бірден ұнатып, олар дос болып кетті. Терри олардың ең жақын досы болды. Олар Терриге дастархан жайып, оны тамақтандырды, ал ол болса оларға Уилден орманының көптеген құпияларын ашты. Терри маймыл сияқты ептілікпен ағаштарға өрмеледі. Ол тіпті ең биік ағаштарға да өрмелеп шыға алды. Күте тұр, Терри. Әрі қарай өрмелеме. Бұл бұтақ өте жіңішке екен. Бұтақ сынды және Терри ағаштан жерге құлады. Ол қимылсыз жатып қалды. Рут, ол әлі тірі сияқты. Сен онымен бірге бол, ал мен көмек шақырамын. Рут Терри үшін қатты уайымдап дұға етті. Тәңір Иса, мен сенен өтінемін. Терридің өлуіне жол берме. Ол сенің қойларыңның бірі болу үшін. Мен оған сен туралы айтқым келеді. Ақыры көмек келді. Терри ақырын зімбілге жатқызылып, ауруханаға жеткізілді. Рут, қалай ойлайсың? Терри өледі ме? Бұл туралы келесі бөлімде білетін боласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.